Біздің алғашқы сұрағымыз міндетті сақтандыру мен қосымша сақтандырудың айырмашылығы қандай? Міндетті сақтандыру бұл әрбір жүргізуші міндетті сақтандыруды істеуге заң талап етеді. Себебі бұл міндетті сақтандырусыз машина жүргізуге болмайды. Және де міндетті сақтандыру бұл осы біреуге үшінші тұлғаға зиян келтірген жағдайда сақтандыру компания төлейді. Қосымша сақтандыру дегеніміз бұл еркін сақтандыру. Еркін сақтандыру негізі бізде сақтандыру компанияда каска деп аталады. Каска негізіден ол өзінің машинаңды қорғау үшін. Себебі бұл кезде сен кінәлісің ба, басқа адам кінәлі ма, немесе табиғаттың кесірінен зардап шекті ма машинаң, сақтандыру компания төлейді. Қысқаша айтқанда, міндетті сақтандыру басқа тұлғаға шығынды төлейді, өтейді, ал еркінді сақтандыру бұл өз машинаңды қорғау үшін сақтандыру компания шығынды өтейді. Ал мысал ретінде мен міндетті сақтандыру алмасам, көлік жүргізе алмаймын деген қателеспен заң бар, Иә. Міндетті түрде сақтандыру алу керек, міндетті. Ал еріктіні өзім білемін. Иә, ол добровольно. Обязательно страхование и добровольно сақтандыру. Добровольныйда сен өзің негізден жаңа машиналарға негізі істейді жүргізушілер. Себебі жаңа машиналар салоннан шыққаннан кезде олардың запчастьтері қымбат. Ал ескі машиналарды көбінесе істемейді. Себебі бізде де оны сақтандыруға ескі машина 2014-тен төмен болса, оны бізде нелер бар, специалисттер бар, оны бәрін қарастырады да, ескі машиналарды алмайды.